Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз информатика пәнінен ОБТ-да келген сұрақты талдап өтетін боламыз. Менің есімім Ернұр Сакинұлы, информатика пәні мұғалімі. Біз бастаймыз. Яғни бірінші кезекте білуіміз керек нәрсе, мына жерде ақпараттың өлшем бірлігін сұрап тұр. Енді ақпараттың өлшем бірлігі қандай бізде? Ақпараттың өлшем бірлігі, енді жауап нұсқаларын қарастырайық. Бірінші вольт дейді. Вольт бізде электрге қатысты жауап нұсқасы. Бұнысы тастайық. Келесі бит және герц. Герц бізде физика пәнінен жиілікті өлшейтін өлшем бірлігі, және де ампер бізде тоқ күшіне қатысты өлшем бірліктері. Яғни ақпараттың өлшем бірлігі бұл жерде бит болып саналады. Келесі екінші сұрақ, 1 байт неше биттан тұрады дейді. 1 байт неше биттан тұрады. Енді ақпаратты өлшеген кезде бізде өлшем бірліктері бар. Жаңа айтып өткеніміздей бит және де байт деген сияқты. Енді биттен басталады. Мысалға қандай да бір сөз болатын болса, мына жерде бір сөз болды және де осы бит арқылы есептеледі. Енді соны біз байтқа айналдыруымыз керек. Енді 1 байт бізде 8 битқа тең болады. Яғни 8 символға тең болады және 8 битқа тең болады. Яғни жауап нұсқасы 8 бит болып саналады. Келесі, екілік санын ондық жүйеге айналдыруымыз керек. Осындай сан берілген 10. Және де осыны біз екілікке айналдыруымыз керек. Екілікке айналдыру үшін біз екіліктен ондық айналдыру үшін төсіне индекстарын қойып өтеміз. Позициялары. Яғни енді осы сандарды 2-нің дәрежесіне қатысты жазып шығамыз. Яғни мысалға бірінші 0 саны бар, оны көбейтеміз. 2-ге көбейтеміз, 0, қосамыз, қосқаннан кейін келесі санға өтеміз. 1 көбейтілген 2-нің, мына жерде дәреже қанша мысалға 1, соны жазамыз, қосамыз, мына жаққа жалғастырамын, және де 0 көбейтілген 2-нің қанша дәрежесі? 2 дәрежесі. Қосамыз, ары қарай 1 көбейтілген 2-нің 3 дәрежесі. Және де осы сандарды қосып шығамыз, есептейміз. Мына жерде 0 көбейтілген 2, 2-нің 0 дәрежесі 1-ді береді, 1-ге 0 көбейтеміз, 0-ді береді. Келесі, 2-нің 1 дәрежесі 2-ні береді, оны 1-ге көбейтеміз, 2-ні береді. Келесі, қосамыз, 2-нің 2 дәрежесі 4-ті береді, 4-ге көбейтеміз 0-ді, 0-ді береді. Қосамыз, және де 2-нің 3 дәрежесі 8, 8-ді 1-ге көбейтеміз, 8-ді аламыз. Енді жауап нұсқасы болады, бізде 8-ді 2-ге қосамыз, нәтижесінде 10 санын аламыз. Яғни дұрыс жауабы 10 деген мән. Келесі сұраққа өтеміз. Келесі сұрақ мынандай. 15-10 санын екілікке айналдыруымыз керек. Ондық санау жүйесінен екілікке айналдыруымыз керек. Енді ондық санау жүйесінен екілікке айналдыру үшін біз мына берілген ондық жүйедегі санды 2-ге айналдыру керек. Яғни ол үшін біз 2 санына бөліп шығамыз. 2 санына бөлінген кезде, мысалға 15-ті 2-ге бөлеміз, 7-тен береміз, және де 14. Одан 15-тен 14-ті азайтамыз, 1. Осы санды сақтап аламыз. Ары қарай 2-ге бөлеміз, 3 болады, және де нәтижесінде 6 болады. Одан азайтылған кезде 1 қалады. Келесі 3-ті 2-ге бөлеміз. 3-ті 2-ге бөлгеннен кейін бұл жерде 1, 2-ге көбейтеміз, 2, нәтижесінде 1 саны қалады. Ары қарай келесі 1-ді 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлінбейді, сондықтан 1-дің өзі жазылады. Яғни бұл жердегі дұрыс жауап нұсқасы 1111. Осы нәрсені есте сақтап алыңыздар. Келесі орташа мәнді есептейтін функция. Бұл жерде Excel-ге қатысты функция келіп тұр. Яғни Excel-де мысалға жылдам функцияны орындау үшін осы нәрселерді білуіміз керек. Яғни бірінші кезекте сум бұл бізде мысалға тең жазылады, одан кейін 5, одан кейін 5 деген сияқты сандар қосылады. Немесе қандай да бір ұяшықтарды, немесе қандай да бір диапазонды алған кезде осы нәрсені қолданасыздар. Яғни мысалға сіздер алдыңыздар айлық шығындарыңыз есептелгіңіз келеді. Және бір апталық күндер бойынша жазып шықтыңыз. Және жазып шыққаннан кейін сіз апталық қорытындыны алғыңыз келеді. Яғни мысалға бір күнде 500 теңге, екінші күні 1000 теңге деген сияқты. Соның барлығын қосатын кезде осы сумды қолданасыздар. Count және де
каунта осыған қатысты, яғни есептеу құралы болып саналады. Ал макс бізде ең үлкенін анықтауға арналған. Мысалға, оқушылар бар бір мектеп бойынша немесе бір сынып бойынша. Енді сол жерде оқушылардың ең жоғары балл алғаны қайсысы? Максимумын анықтауымыз керек болады. Сол кезде осы максимум функциясын қолданасыздар. Ал average бізде орташа мәнді есептеуге арналған. Сондықтан да осы нәрсені есте сақтап алыңыздар, себебі average бізде ортақ мәнді есептеуге көмектеседі. Яғни сіздерде қандай да бір сандар берілсін, 5, 15, 25, 35, 45 деген сияқты. Соның барлығын қосып орташа мәнін шығарады. Сондықтан да дұрыс жауабы осы average болып саналады. Және басқа да функцияларды есте сақтап алыңыздар. Жалпы арнаға тіркеліп алыңыздар. Басқа да ұбт жайлы нұсқа талдаулар алдағы уақытта шығатын болады. Және де байланыс үшін мына номерге жазсаңыздар болады. Және де менің Instagram, TikTok парақшаларыма тіркеліп алыңыздар. Ол жақта да нұсқа талдау және де информатика пәніне қатысты өте көптеген қызықты ақпараттар және де сонда жаңалықтар жинақталған, және де нұсқа талдау сабақтары да ол жақта бар. Мен өзімнің осы ұбт-ға дайындық бойынша консультациямды және де өзімнің курсымды ұсынамын. Осы WhatsApp номерге жазу арқылы ақпарат ала алсаңыздар болады. Арнаға тіркеліңіздер, қазақ тілді контентті қолдаңыздар. Келесі кездескенше, келесі видеоларда жолыққанша.